Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және бүгінгі видеода мен сіздерге Учиха әулетінің ең әмбебап нинджутсусы Сусано жайлы айтатын боламын. Сол үшін көп созбай, бастайық. Сусано ең алғаш рет Наруто мангасының 43-ші томының 391-ші бөлімінде, ал анимеде Наруто Шиппуденнің 138-ші эпизодында көрсетілді. Сусаномен біз ең алғаш рет Итачи арқылы таныстық. Сусаноның анықтамасында былай делінген: ол саған өзінде барымен көмек бере алады. Алып денелі адам пішінді құбылыс, ол өз иесінің чакрасынан құралады. Ол өз иесін қоршап, оның қалауы бойынша шайқасады. Осы анықтама бойынша бізде Сусано бойынша жалпы түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Ал енді оның тарихына үңілсек. Масаши Кишимото Учиха әулетінің күшін ашу үшін Жапон мифологиясын кеңінен пайдаланды. Жапон мифологиясы бойынша Сусано айбынды теңіз және дауылдар құдайы. Ол Изанаги мен Изанамидің ұлы, Цукуйоми және Аматерасудың бауыры болып саналады. Ал Наруто мангасы мен анимесінде оның сырт бейнесі Тенгу мен Йокайларға және Шугенді жолын ұстанғандарға ұқсатып салынды. Аматерасу мен Цукуйоми секілді Сусанода тек Мангекё Шаринганға ие учихалықтар ғана қолдана алатын нинджутсулар қатарына жатады. Алғашында Итачидің сөздері бойынша Сусаноға ие болу үшін Мангекё Шаринганды оятқан учихалық әр көзінде бір-бір нинджутсудан ашуы керек болған. Сол кезде Сусано үшінші нинджутсу ретінде ашылатын. Итачидің бұл сөздерін сол уақыттарда актуалды болған датабукта дәлелдеген еді. Бірақ мангада канон өзгертіліп, жаңа датабукта Сусаноны ашу үшін тек Мангекё Шаринганды ояту керек, және Мангекё Шаринганды оятушы учихалық Мангекё Шаринганды оятқанға дейін өз көздерінің бірінен айырылып қалмауы керек деп жазылған. Ал Итачиға келсек, оның Сусано ашу жолы тек Итачидің өзіне ғана тән делінген. Осындай қадамдар авторларға жаңа кейіпкерлерге Сусаноны таратуды жеңілдете түсті. Себебі енді авторлар Саскенің, Мадараның және тағы басқалардың әрбір көзіне бір нинджутсу ойлап табумен бастарын қатырмайтын еді. Және осындай өзгерістер арқылы біз Мадараның, Саскенің, Какашидің және тіпті Хагароманың Сусаноларын көре алдық. Дегенмен бір жағынан бұндай өзгерістердің жаман жағы да болды. Мысалы, Сусано көпшілік ие болған нинджутсуға айналған соң, адамдар енді Сусаноны көргенде аса таңғалмай, оны қалыпты жайт ретінде қабылдайтын болды. Бір сөзбен айтқанда, Сусаноның вау-эффектісі жоғала бастады. Видеоның басында мен сіздерге Сусано учихалардың ең әмбебап нинджутсусы деп айтқан едім. Енді сіздерге неге олай екенін түсіндіріп, жалпы Сусаноның құрылысы мен құрылымы жайлы айтып берейін. Сусано өз иесінің айналасында пайда болған сәттен бастап, ол өз иесінің ерік күшінің жалғасы ретінде өз иесінің атынан оны қорғаумен не басқаларға шабуыл жасаумен айналысады. Сусано мен оның иесі бір-бірімен тығыз байланысты, және екеуі бір-бірін алысқа тастап кете алмайды. Жаңадан ашылып, толық формасына жетпеген Сусано көбінесе өз иесінің жанында орналасатын болса, Сусаноны жақсы игерген адам оның ішінде Сусаномен бір болу арқылы шабуылдай не қорғана алады. Осы байланыс арқылы Сусаноның ішіндегі адамға зақым келтіру қиын шаруаға айналады. Ал Сусано дамып, оның қорғанысы күшейген сайын, оны тесіп өту тіпті қиын бола береді. Дегенмен Сусаноның регенерация, яғни өз пішінін қалпына келтіру қабілеті жоқ. Сол себепті Сусаноның бір шеті істен шығып жатса, оны мүмкіндік болса, келесі деңгейге көтеру қажет, немесе өшіріп, қайтадан қосу қажет. Сусано адамды өз ішінде қорғағанымен, ол өз иесінің шабуылдарын өз денесінен еш кедергісіз өткізе алады. Сондықтан Сусаноның ішінде тұрған адам бір жағынан қауіпсіз жағдайда болғанымен, ол өзі де шабуылдарды не қарымта шабуылдарды оңай жасай алады. Егер иесі қаласа, басқа адамдарды Сусаноның ішіне кіріп, шабуылдардан қорғана алады, және иесі Сусаноның ішінде ғана емес, оның сыртында тұрып шайқасса да болады. Алайда осы ретте
мықты қарсылас. Сусаноның өз иесін қорғау үшін жасаған қимылдарын оңай тойтарып, Сусаноның иесіне зақым келтіруі де ғажап емес. Және егер де қарсылас Сусаноның ішіне кіре алатын қабілетке ие болса, ол Сусано иесін Сусаноның ішінен күшпен шығарып алса да болады. Әр адамның күші, қабілеттері мен біліктілігі әртүрлі болған соң, Сусанолардың барлығы бірдей күшке ие емес. Мысалы, 4-ші Райкаге Саскенің Сусаносын өз соққысымен сындыра алғанымен, дәл сондай соққы, күші, қабілеттері мен біліктілігі жоғары Мадараның Сусаносына ешқандай зақым келтіре алмады. Одан бөлек Сусано тек физикалық шабуылдардан қорғайтынын да естен шығармаған абзал. Адамның көру және есту қабілеттеріне әсер ететін шабуылдардан тіпті Сусано да қорғай алмайды. Және егер Сусано енді ашылып, оның денесінің астыңғы бөлігі әлі пайда болмаса, ондай Сусано төменнен жасалған шабуылдарға қарсы осал болады. Сусано қолдануға чакра керек пе? Сусано чакрадан құрала ма? Осы сұрақтар көп адамдарды мазалайды. Өзінің тірі жанға ұқсас пішіні арқылы көп адамдар Сусаноны белгісіз энергия түрінен пайда болған тылсым дүние деп ойлауы мүмкін. Бірақ шын мәнісінде бұл сұрақтардың жауабы әлде қайда қарапайым. Сусано шынымен де чакрадан құралады, ал оны іске қосу оның иесінің орасан зор чакрасын талап етеді. Және Цукуйоми мен Аматерасу сияқты Сусаноны жиі қолдану оның иесінің көздеріне үлкен зиянын тигізеді. Дегенмен, Сусаноны бір рет оята алған адам оны Мангекё Шаринганды қоспай-ақ қолдана алады. Ал Учиха Мадара Сусаноны екі көзіне ие болмаған күннің өзінде қолданған. Сусаноның қабаттары не деңгейлері, сізге қай нұсқасы ыңғайлы болса солай атаңыз. Бірінен кейін бірі ашылады. Мысалы, ең бірінші деңгейде ол жай ғана қаңқа болса, артынан екінші деңгейде оның бұлшық еттері, терісі және денесінің астыңғы бөлігі пайда болады. Ал қолданушы Сусаноны толық игерген соң, оның үшінші толық формасын аша алады. Үшінші деңгейде Сусано адам кейпіне қатты ұқсап, енді оның денесін сауыт қаптап, оның қарулары да пайда болады. Ондай Сусаноны тесіп өту тіпті қиын, себебі шабуылдаушы жақ бірден 3 қабатты тесіп өтуі қажет. Бірақ бұл да Сусаноның қабілеттерінің шыңы емес. Себебі өз сауытынан бөлек Сусаноны Ямабуши кейпіне ұқсататын тағы бір сауыт қоршап тұрады. Ал Сусано иесі Сусаноны басқару үшін өз чакрасын дұрыс жинақтай алса, Сусано одан әрі үлкейіп, оның қанаттары мен одан да мықты сауыты пайда болып, ол Ямабуши кейпінен Тенгу кейпіне енеді. Осы форманы Сусаноның толық формасы деп атайды, және ол Мангекё Шаринганның күшінің шырқау шегі болып саналады. Айтуды ұмытып бара жатырмын. Соңғы толық формадағы Сусано ұшу, немесе басқа тілмен айтсақ, әуеде қалықтау мүмкіндігіне де ие болады. Яғни қолданушы өз қабілеттерін дамытқан сайын жаңа сыртқы қабаттар Сусаноға қосылып отырады. Және Сусано иесі қалаған жағдайда Сусаноның тек кейбір бөліктерін жеке дара қолдана алады. Оған мысал ретінде Саскені тек қабырғалардан тұратын кішігірім қаңқа қорғағанын еске түсірсек болады. Толық формадағы Сусаноның күші Биджу күшіне пара-пар. Ол бүтіндей тауларды қиратып, кішігірім планетоидтардың да көзін жоя алады. Және толық формада Сусано иесі Сусано арқылы өзінің нинджутсуларын да қолдана алады. Және Сусано иесі Сусаноға арналған чакраны басқа чакрамен қоса алады. Мысалы, Саске 9 биджуды өз Сусаносының ішіне салып, оны күшейте алады. Және Сусано арқылы Мадара Кураманың сыртын сауытпен қаптаған болатын. Және Саске Джугоның Сеннинка, яғни Сенджутсу чакраға ұқсас чакрасын өз Сусаносымен біріктіріп, Сенджутсу Сусано жасағанын да айтып кеткен жөн. Жалпы Сусанолардың барлығы бір-біріне ұқсас болады. Оларды ең алғашында қаңқа ретінде пайда болуы, артынан адам формасына еніп, және толық формасында Тенгу кейбіне енуі біріктіреді. Дегенмен олар түсі, пішіні, көлемі және қарулары арқылы ерекшеленеді. Ал саған кімнің Сусаносы ұнайды, соны міндетті түрде астына жаза кет. Ал Наруто бойынша қызықты контент көргің келсе,
онда менің басқа видеоларымды көрсең болады. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.